Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен мал шаруашылығы туралы кітап оқып отырып, алғашқы сиыр туралы мынадай қызықты деректерді көзім шалып қалды. Соны сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Онда сиырдың ата-тегі қалай болған, қай жылдарға дейін сиырдың ата-тегі өмір сүрген, қай жылдарда түбегейлі жойылған, түрі, дене бітімі қалай болған, не үшін жер бетінен жойылғаны туралы айтылған. Бұл қызықты деректерді білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сосын айта кетейін, арнамызда мал шаруашылығы туралы, үй жануарларында кездесетін түрлі індеттермен қалай күресу, қалай алдын алу, қалай емдеу, қалай бағып басқару туралы құнды ақпараттарды көре аласыз. Сол үшін видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, жоғарыдағы айтылғандай құнды ақпараттарымызды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Әрі мал індет кезінде емдеу, алдын алу барысында жолыққан қиындықтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыз. Міндетті түрде құнды кеңестерімізді беретін боламын. Ал енді алғашқы сиыр туралы қызықты деректі айтар болсам, алғашқы сиыр осы күндегі қолда өсірген сиырдың ата-тегі, сондықтан оны жабайы сиыр деп те атайды. Алғашқы сиыр дене тұлғасы қапсағайдай, жауырын сүйегі жуан, мүйізі үшкір, алдыға қарай сорайған, өте жылдам, адам мейлі хайуан болсын, оны бойсындыра алмаған. Қазіргі таңда тұқымы қалмады. Құрып жоғалуының басты себебі қате өнеркәсіп төңкерісінің жүрілуінен болған. Айтуларға қарағанда 16 ғасырда алғашқы сиырдың бір қорасы ғана қалған екен. 1627 жылы Полшаның ормандарында қалған жалғыз сиырды да атып өлтірген. Міне осылайша алғашқы сиыр жойылған. Төрттілігіміздің бірі болған сиырдың алғашқы ата-тегі туралы білдіңіздер деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.